Canva'nın жаңа мүмкіндіктері жұмысты бұрынғыдан да ыңғайлы әрі өнімді етеді. Енді презентацияларды офлайн режимінде қолдануға болады. Офлайн режимін қосу үшін презентацияны таңдап, оны ашпай қасында тұрған үш нүктені басып, офлайн презентация жасауды қосу батырмасын таңдау керек. Кейін толық экран режиміне өтіп, интернетті өшіріп, офлайн презентацияның қалай жұмыс істейтінін тексеруге болады. Тағы бір пайдалы жаңалық – презентация кезінде тікелей сурет салу мүмкіндігі. Бұл функция презентацияны интерактивті етуге көмектеседі. Егер сіз толық экран режимінде болсаңыз, сурет салу құралдары экранның төменгі жағында орналасады. Ал презентер режимінде олар жоғарғы мәзірде көрінеді. Бұл мүмкіндік тек компьютердегі Canva нұсқасында, яғни браузерде немесе қосымшада ғана қолжетімді. Элементтерді смарт түрде ауыстыру функциясы да жұмысты жеңілдетеді. Егер элементтердің ара қашықтығы бірдей болса, оларды жай ғана сүйреп жылжытуға болады. Ол үшін бірінші элементті таңдап, Shift пернесін басып тұрып, екінші элементті белгілеу жеткілікті. Осы кезде ортасындағы белгіні басып, элементтерді ауыстыруға болады. Canva құжаттарында ашылмалы тізімдер пайда болды. Енді алдын ала орнатылған дайын тізімдерді қосуға немесе өзіңізге ыңғайлы тізім құруға болады. Мұны жасау үшін құжатта қосу батырмасын басыңыз және ашылмалы тізім таңдаңыз. Canva түрлі дайын тізімдерді, мысалы күйі, рейтинг, уақытты белгілеу, басымдықтар және мақұлдау нұсқаларын ұсынады. Өзіңізге ыңғайлы түстер мен элементтердің ретін баптап, жеке тізім жасауға болады. Тағы бір жаңалық – смарт белгілер немесе тегтер. Енді Canva-ға жүктелген медиа файлардың мазмұнын жасанды интеллект анықтап, автоматты түрде тегтерді тағайындайды. Бұл тегтерді өңдеуге және сақтауға болады. Осылайша контентті оңай іздеу және сұрыптау мүмкіндігі артады. Жаңа мүмкіндіктердің барлығы Canva-да жұмыс істеуді әлдеқайда ыңғайлы әрі тиімді етеді. Оларды өз жобаларыңызда қолданып көріңіз. Интерактивті презентациялар, динамикалық бейнелер және құжаттар жасау енді бұрынғыдан да оңай.